Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарыңыз қалай? Жақсы отырамыз. Бүгін енді жаңа сабаққа бастамас бұрын үй тапсырмасын сұрап өтейін. Өткен білімді еске түсіру. Бұл жерде бірнеше сұрақтар берілген, сол бойынша сұрақтарға қол көтеріп жауап береміз. Бірінші сұрағымыз: электромагниттік индукциялық құбылысын түсіндіріңіз, оны ашқан ғалым кім? Жақсы, кім жауап береді? Аяулым. Электромагниттік индукция құбылысын түсіндіріңіз, оны ашқан кім? Электромагниттік индукция құбылысы ол кезде B әрпімен белгіленеді, оның өлшем бірлігі Тесла, оны ашқан Фарадей. Қай жылы? Алма 1831 жылы. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Келесі сұрақ: магнит ағымы деген не? Нағима? Магнит ағымы фи әрпімен белгіленеді, оның формуласы фи тең B көбейтілген S көбейтілген косинус альфа, оның өлшем бірлігі нөл. Тақтаға жазып бере қойшы формуланы. Дұрыс па? Жақсы, отырамын. Жақсы балалар, онда бүгін жаңа сабағымыз бастамас бұрын ой қозғау. Суреттен не байқап тұрмыз, не көріп тұрмыз? Бүгінгі тақырыпқа байланысты қандай ой айтар едіңіз? Генератор. Қандай энергия бұл жерде? Энергияның түрлері. Бұл жерде механикалық энергия, кинетикалық энергия. Механикалық энергияның электр энергиясына айналуы. Яғни бүгінгі тақырыбымыз осыған байланысты. Бұл жерде балалар сіздерді бүгінгі сабақ бойынша бағалау қарарын қаратып қояйын. Сіздер алдын ала сол бойынша өз-өзімізді бағалап отырамыз. Сабақтың соңында кім қанша балл жинады, сол бойынша маған айтасыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электр қозғалтқыш және тұрақты токтың электр генераторы. Бүгінгі сабақтағы қол жеткізетін оқу мақсатымыз қолданыстағы электр қозғалтқыштың моделін зерттеу және Фарадей заңы мен Ленц ережелері арқылы электр қозғаушы күшінің пайда болуын дәлел келтіре отырып түсіндіру. Енді электр қозғалтқыш, біз электр қозғалтқыш дегеніміз электр энергиясы механикалық энергия немесе механикалық энергияны керісінше электр энергиясына айналдыратын машина болып табылады екен. Осыны Фарадей заңы ашқан деп айттық. Фарадей заңы бойынша зерттесек, электролиздер арқылы электр тоғы өткенде электродтарда бөлінетін не ыдырайтын заттардың мөлшерін анықтайтын электролиз процесінің негізгі заңдары болып табылады. Электр қозғалтқыштың құрылысы, жаңа біз электр қозғалтқыш туралы анықтамасымен таныстық. Енді осы суретке қарап электр қозғалтқыштың біз құрылысымен танысып өтейік. Яғни сыртқы қозғалмайтын статор бөлігінен тұрады және де осы статорды қоршап тұрған шамдылар және өзекшеден тұрады. Осы статордың негізгі бөлігі қозғалатын роторлардан тұрады. Ротордың негізгі бөлігі біліктен, өзекшеден және рамадан және коллекторлардан тұрады. Коллектор дегеніміздің өзі жинау, жинақтау дегенді білдіреді. Коллекторлар жарты сақина деп аталады. Кез келген бір рамаға екі жарты сақина ток арқылы жалғанатын болады. Бұл бізде электр қозғалтқыштың негізгі құрылысы болып табылады. Енді осы тұрақты генераторлардың құрылысы, яғни ол магнит өрісін тудыратын шамдылар дедік және де плюстік ұштары коллекторлардан тұрады. Магнитті ағыны, қылшықтар, рама білік және рама орамынан тұрады екен. Қозғалтқыштарды пайдалану. Тұрақты ток қозғалтқышының жұмыс істеу принципі. Қозғалтқышта коллектор және шоткілер бір полярлық полюстің зонасынан басқа полюстің полярлық зонасына өткенде зәкір орамында токтың бағытын өзгертеді. Бұл электромагнит күштерінің бағытының өзгеруіне қажет. Айнымалы токты тұрақты токқа
өндірісте қолданылатын барлық электр энергиясы электр станциялардағы айнымалы генераторлардан алынады. Қарапайым айнымалы ток генераторы күшті тұрақты магнит өрісінен, магнит өрісінде айналатын өткізгіштерден айнымалы. Ротор барлық бір айналым жасағанда айнымалы токтың толық қозғалтқыштардың пайдалану аймағына келетін болсақ, тұрақты қозғалтқыштар теміржол көліктерінің дөңгелектерін іске қосу үшін және автокөлік жолдары мен теміржолдың тоғысқан жерлерінде пайдаланады екен. Және де металл өңдеу саласында тұрақты ток қозғалтқыштар және де қоғамдық көліктерде, қойма шаруашылығында тұрақты электр қозғалтқыштарын пайдаланып келеміз. Олай болса, біз видеоматериалға назар аударайық. Үшін қажет ететін электр энергиясы электр қуатын гигаваттап өндіретін өнеркәсіптік генераторлардан алынады. Бұл үлкен айналмалы шулы машиналар 1835 жылы ашылған қарапайым жаңалықтың арқасында жұмыс істейді. Ғалым Майкл Фарадей өткізгіш металдан жасалған шарғы магнит өрісінде қозғалғанда, ол арқылы электр заряд өтетінін анықтаған болатын. Кинетикалық энергия электр тогына айналады. Мына кішігірім генераторда сым магнит өрісі бойымен қозғалады. Ол электр тогының контур бойымен өтуіне әсер етіп, жарық береді. Ток өндірілгенде, біз оны өткізгіш ішінде индукцияланды деп айтамыз. Ток тұйықталған контур болған жағдайда ғана индукцияланады. Катушка жылдамдығын, ондағы орам санын немесе магнит өрісінің кернеуін өзгерту индукцияланған ток деңгейіне әсер етеді. Ал өнеркәсіптік генераторлар жел, көмір немесе қысым астындағы су секілді қуат көздерін пайдалану арқылы сымның үлкен катушкалардың тұрақты магнит өрісінен өткізуге қажетті күшті бере отыр. Әлемді миллиардтаған киловатт энергиямен қамтамасыз етеді. Магнит өрісінің ішінде қозғалатын өткізгіш металдың қарапайым комбинациясы қазіргі қоғамымыздың қозғалтқышы болып табылады. Яғни жаңа біз видеоматериалда тұрақты токтың және де электр қозғалтқыштың пайдалану аясымен таныстық. Жұптық жұмыс орындаймыз. Бұл жерде екі тапсырма берілген. Бірінші, екінші тапсырма сол бойынша сіздерге постер таратам, осы постерге жазып қорғансыздар. Сіздерге берген уақыт бітті. Олай болса, постерімізді қорғайық. Сіздерге берген тақырып қандай тақырып? Электр қозғалтқышы. Электр қозғалтқышы. Анықтамасы. Электр қозғалтқышы электр энергиясын механикалық энергияға немесе керісінше механикалық энергияны электр энергиясына түрлендіруге арналған машина. Жақсы. Электр қозғалтқышының құрылысы генератор, трансформатор, ротор, статордан тұрады. Қозғалтқыштарды пайдалану металл өңдеу саласында тұрақты ток қозғалтқыштары мен металл кескіш станоктарға орнатады. Олар қоғамдық көліктерді тарту күшін тудырады. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымызды биттік. Бұл жерде сіздерге тест тапсырмасы берілген. Осы тест тапсырмасы бойынша 3 минутта сабағымызды қорытындылайық. Жарайды.
тапсырмасына берілген уақытымыз аяқталды. Олай болса, тапсырмамызды қатемен жұмыс бойынша жұмыс жасап берейік. Жақсы. Сіздердің жаңағы орындаған жеке жұмыстарыңыз бойынша бекіту тапсырмасын алып тұрмын. Қазір осы бойынша тексеріп, бүгінгі сабақтарыңызда қаншалықты деңгейде меңгергендеріңізді анықтап, күндік кезекте бағаланып қоятын боламын. Олай болса, бүгінгі сабақ бойынша кері байланысты Padlet тақтасында беріп өтсек. Жақсы, бұл жерде сіздердің Padlet тақтасында кері байланыс бергендеріңіз міне экранда көрсетіліп тұр. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.